Осыдан 14 жыл бұрын, яғни 2008 жылы, Стив Джобс әлемге ең алғаш сенсорлы телефонды көрсеткен еді. And to unlock the phone, I just take my finger and slide it across. Right? You want to see that again? Basically, we wanted something. Сол кезде адамдар көргеніне сене алмай, бастары кетіп, қатты таң қалған. Алайда одан 4 жыл бұрын алғаш сенсорлы телефонды, яғни сенсорлы экран технологиясын барлығымызға танымал Nokia компаниясы өндірген екен. 2004 жылы. Сол жылдарға телефондарды еске алып қараңыздаршы. Ол кезде экранға басып қолдану деген тіпті миға сыймас нәрсе еді ғой. Дәл осылай сол 2004 жылы Nokia-ның бұл технологиясына адамзат әлі дайын емес деген оймен оны шығармай алған екен. Білмеймін енді бастарына қандай ойлар келгенін, бірақ адамдарды асықпай дайындауды жөн көрген сияқты. Нәтижесінде нарыққа стилусы бар, бізде енді карандаш, ручка деп атап кетті, сондай құралы бар сенсорлы телефондар шыққан еді. Сол телефондардың өзі де көпшілікке ерекше көрінгені анық. Жалпы сол кездері ерекше телефондар көп еді ғой. Асты жиналатын, үсті айналатын, жиналатын, ашылатын, шашылатын. Қайсысы естеріңізде төменде жаза кетсеңіз болады. Мінекей негізі қазірде де сондай ерекше смартфондар жиі шығып тұрады. Бірақ біз оларды байқамаймыз. Өйткені нарықта, өзіңіз білесіз, көбісі тек 1-2 компанияның өнімдеріне үйреніп қалған. Дәл қазір мен сол ерекше смартфондар туралы айтатын болам. Лайк басып жіберде, жайғасып ал. Кеттік. Қазіргі таңда әрине екі бүктелетін смартфондарға дым таң алмаймыз. Өйткені олар жақында жарық көрді, бәріңіз ұстап шығып көрген шығарсыңыздар. Оған қоса ондай телефондар бұрында да болған. Ал созылатын смартфондар туралы не ойлайсыз? 2021 жылы Oppo компаниясы осындай бір қызық смартфондарға презентация жасаған еді. Негізгі идея смартфонның жұмсақ экраны және корпусының ішінде орналасқан кішігірім мотор арқылы 1,5 есе ұзаратын дисплейде болған. Нәтижесінде смартфон айтарлық бір планшет болып шыға келеді екен. Бірақ бұндай ерекше идеясы болса да, бұл смартфонды көпшілікке шығаруды олар жөн көрмепті. Неге екенін білмеймін, бірақ алдағы уақытта бұндай смартфондарды әлі талай көретін сияқтымыз. Ал айналасы толықтай дисплеймен қапталған смартфон туралы не айтасыз? Иә, ондай да бар. Xiaomi Mi Mix Alpha, айта кетсем, 2019 жылы жарық көрген. Қараңыздаршы, әдемі көрінеді, иә? Шетіндегі батырмаларына дейін сенсор, арт жағы да толықтай сенсор, экранның алдыңғы жағында фронталды камера жоқ. Смартфонда айналдыра салып, негізгі камераны селфи үшін пайдалана беруге болады. Бұндай смартфонмен тіпті iPhone ұстайтындардан да бай көрінетін сияқтысың ғой. Негізінде шынымен де солай. Бастапқыда бұл смартфон бағасы $3000 болған. Кейін компания бұл өнімді табысты бола алмайды деп өндірістен алып тастаған екен. Кезінде есіңізде ме, Nokia қызық дизайны бар телефондар шығаратын еді ғой. Смартфондар заманы басталғаннан кейін де бұл әдетін тастамаған сияқты ғой. Мынаны қараңыз. Nokia 9 Pure View. Иә, ерекше дизайн, бірақ көзге біртүрлі көрінетіні анық. Мәселе әрине артындағы мына 7 шеңберде. Оның біреуі жарық, яғни вспышка, екіншісі қашықтық өлшегіш, ал қалған 5-еуі әрине камера. Оның ішінде де 2-еуі ғана түсті, қалған 3-еуі түссіз болып табылады. Ол неге десеңіз, өндірушілердің пікірі бойынша ол фото және видео мүмкіндіктерін арттыру үшін жасалған екен. Алайда іс жүзінде ол ондай мықты нәтиже көрсете алмапты. Түбінде әрине бәрі тоқтатылды. Жарайды, камераның көп болғаны нақты ештеңе бермесе, мүмкін біреу қылып қалдыра береміз. Бірақ камераны үлкен қылсақ. Деген оймен әлемге фото саласымен танымал Kodak компаниясы смартфонмен профессионалды камераны будандастырып жіберді. Kodak Ektra атты бұл смартфон 2016 жылы шыққан. Негізгі мақсат ерекше фото және видео мүмкіндіктерін беретін смартфон жасау болған. Қысқасы, бұндай өнімді смартфон емес, камерафон деп атаған екен. Әрине, камерасының мүмкіндіктері бұл жерде шын мәнінде мықты болған. 2К және 4К видео түсіру мүмкіндігі, стабилизация, оптикалық зум бәрі жақсы жасалған. Бұл дүние Kodak компаниясының смартфондар нарығына кіруіне жол ашу керек еді. Бірақ көпшілікке бұл өнім ұнамаған көрінеді. Сол уақыттан бері бұл компанияда бәрі тыныш. Тек фото маңында жүре берейікші деген сияқты. Окей, үлкен камерамен идея өтпей қалды. Орнына басқа зат қойсақ қалай?
үлкен динамик, мысалы проектор, принтер. Мүмкін ба? Мүмкін, әрине. Motorola Moto Z бұл смартфонға қалағаныңша арнайы қосымшалар арқылы JBL колонкаларын, аккумулятор, өзінің объектив пен сенсор бар Hasselblad фотомодулін, немесе тіпті кино қарауға портативті проектор жалғауға болған екен. Кейінірек оған геймпад, панорамалық камера және тіпті принтер де шығарылған екен. Бұл модельдің үлкен плюсы сен бір-ақ смартфонмен қарайған нәрсе істей алуың, ал үлкен минусы ол қосымша жалғаулардың бағасы. Оның үстіне ол жалғаулар тек сол ғана модельге тағылатын болған, яғни басқа модель шықса, сен қайтадан бүкіл дүнияны ауыстыру керек екенсің. Түбінде адамдарға бұл смартфон қаншалықты жақсы болса да, тартымды көрінбегені анық. Нәтижесінде не болғаны сірә түсінікті шығар. Қалай, видео ұнап жатыр ма? Жауабың иә болса, лайк басып тіркеліп жібер. Видеода жақсы қаралымдары жиналып жатса, бұл айдарды әрі қарай жалғастырып, әлі көп ақпарат айтатын болам. Менің каналым әлі жаңа болғандықтан, маған сіздердің қолдауларыңыз қажет. Ал әзірше осы, қоштаспаймыз, келесі видеоларда көріскенше.